Ассалаумағалейкум халқым, қалайсыздар? Бүгінгі видеода мен мұнай және Қазақстанның болашағы деген теманы терең қозғағым келіп отыр. Себебі каждыйымыздың өмірімізге қатты әсерін тигізетін ауқымды тема деп айтсам болады. И сіздерге пайдамды тигізгім келеді. Себебі елімізге қымбатшылық келетін болса, кез келген адам, оның қиындығын сезінеді. Сондықтан ондай дүниеге алдын ала дайын болу керексіздер. Яғни финансовая грамотностьтың бұл бір бөлігі. Егер сіздер алдыда болатын проблемаға дайын болсаңыздар, өздеріңіздің болашақтарыңыз жеңіл болады, болашақтарыңыз тыныш болады, болашақтарыңыз қауіпсіз болады. Сондықтан бүгін біз мұнайдың қымбаттауы Қазақстанға қалай әсер етеді, сол жайында сөйлесетін боламыз. Мұнай қымбаттаса, Қазақстанда бәрі қымбаттайды. Бірақ қазіргі уақытта мұнайдың қымбаттайтыны факт. Например, мұнай бір баррельге $100, $120, $150 баратын болса, да, біздің мемлекетке оның пайдасы тиеді. Яғни мемлекет бізде мұнайды экспорт жасап отқан мемлекет болғаннан кейін біздің бюджетке ақша көбейеді, көп ақша түседі. Яғни мемлекет в целом ақша табады. Бірақ халыққа оның зияны көп болып тұр. Мысалы, бұрын сіздер 1000 теңгеге сатып алып жүрген товарды 1200, 1300, 1500-ге сатып алуларыңыз мүмкін. Яғни 20, 30, 50% қымбатшылық келуі мүмкін. Оған сіздер дайын болу керексіздер. Енді вопрос туындайды. Хорошо, қымбатшылық келетіні факт. Біз оған қалай дайын боламыз деген. Ол дайындалу белгілі бір этаптардан тұрады. Ең бастысы финансовая подушка. То есть сіздерде ертеңгі болатын 3 ай, 6 ай өмірлеріңізге қаржылай подушка дайын тұру керек. То есть ертең болатын кризиске сіз дайын болу үшін әрқашан сізде жинап қойған ақша немесе актив болуы керек. Мен мысалы өзім не істеудемін. Мен ауылыма барам. Біріншіден мен мал шаруашылығына қаттырақ көңіл бөлемін. Себебі мал мысалы менен бензин сұрамайды. Мал менен, например, дизель сұрамайды. Мал өзінің күнін сүреді, оның тамағы болса болды, ол тамағын жейді, дальше өсе береді, и ол көбейе береді. То есть жыл өткен сайын маған пайда алып келіп тұрады. Яғни мен қатты көңілді малға бөлудемін. Это первый момент. Второй момент — наличка именно долларда. Себебі доллар ол бүткіл әлемнің жинақтайтын валютасы. То есть әлемдегі ең мықты валюта, ол өзінің құнын жоғалтпайды. Сондықтан долларды қазірден бастап сатып ала берген жақсы. И осы жерде мен доллар бойынша бір қызық факт айтқым келіп тұр. Егер біздің елімізде, Қазақстанда мұнай қымбат болса, біздің теңге күшейеді. Яғни доллар арзандайды. Қазірдің өзінде мысалы 478 теңге болып тұр, мен қателеспесем. Яғни мұнай қымбаттады, доллар арзандады. Бірақ доллардың арзандағаны біздің елімізге пайдасын тигізбейді. Себебі бензин қымбаттап кетті, дизель қымбаттап кетті. Ол алдағы уақытта одан арман, например, 500 теңгеге баратын болса, бүткіл елімізде 20, 30, 50%-ке дейін услуга, товар бәрі қымбаттап кетеді. Осы өте важный момент. Сондықтан доллар сатып алған жақсы, қазірден бастап сатып ала берген жақсы. Себебі ертеңгі күнде доллар 575, 600 теңгеге баратын болса, ол баруы мүмкін. Себебі естеріңізге салам, біздің елімізде вообще өндіріс жоқ. Біздің елімізде ештеңе тіреп тұрған жоқ мұнайдан басқа. Кім біледі, мысалы ертең соғыс аяқталатын болса, бүткіл әлемде қайтадан тыныштық орнайтын болса, мұнай арзандаса, сол кезде біз доллардың қымбаттағанын көреміз. Яғни 575, 600, 650-ге баратын болса, хотя бы сізге таза 10-20% пайда алып келеді. Сіздің долларды сатып алып қойғаныңыз. Яғни ақшаңыздың үстіне ақша қосылады, плюс сіздің ақшаңыз қауіпсіз, инфляция болмайды, инфляция оны жеп қоймайды. Просто так долларды сатып алғаннан кейін. Бұл екінші момент. Үшінші момент. Мен өзім сатып алып жатқан дүние ол алтын. Алтын прям құнын жоғалтпайды. Соғыс болса да, бұндай экономикалық кризис болса да, басқасы болса да, Құдай сақтасын, бір үлкен соғыс болып кетсе де, сіз алтынды кез келген момент, кез келген валютаға, кез келген товарға айырбастай аласыз. Например, алтынды сатып алып қойдыңыз, оны сізден мемлекет тартып ала алмайды, мемлекет оған арест қоя алмайды. Құдай сақтасын, неше түрлі дүние болуы мүмкін. Сондықтан сіз алтынды, именно физический алтын, какой-то биржадан сатып алып жүрмеңіздер. Физический алтын, любой хоть украшение, хоть, например, слиток күйінде сатып алып қойып қойыңыздар. Точнее, ақшаларыңызды сақтаған боласыздар. Осы момент. Мен қазіргі уақытта осы үш дүниеге өзім қатты көңіл бөлудемін. Одан кейін маңызды дүние. Егер сіз
бір жұмыс көзіне қарап отырсаңыз, бір табыс көзіне қарап отырсаңыз, табыс көбейту керексіз. То есть көп адам ойлайды ғой, мен бизнес ашам, әне ашам, міне ашам деген сияқты жүре береді да. Уже уақыт келді. Жылдан жылға жеңілдемейді ештеңе. Мысалы, биыл елімізде там НДС қосылды. Бұрын мысалы ИП-да істегендер 3% налог төлеп отырса, қазіргі уақытта 26% кейін налог өсіп кетті да. Ойлаңыздар да. Почти что 23% артық ақша мемлекетке олар төлейді. Из-за этого елімізден там ИП-шниктер Қырғызстанға, Өзбекстанға кетіп жатыр. Бірақ ол вообще басқа видеоның темасы. Ал сіздер уже бизнес бастаймын десеңіздер, қазірден бастап ойланып, бизнестің жүйесін құрып, ертең сізге ақша алып келіп тұратындай бизнесті уже қарастыра берген дұрыс. Себебі ертең просто так возможность болмай қалуы мүмкін да. Ертең сіздің шамаңыз жетпей қалуы мүмкін. Ол өте маңызды, яғни сіздерге қосымша табыс көзі керек. Например, қазіргі уақытта ешқандай шығынсыз, ешқандай ақша салмай табыс көзін қарастыруға болады. Мысалы, мен өзім трейдингпен айналысамын. Маған основной табыс көзі трейдинг. Қосымша табыс ретінде ақшамды сақтау үшін мен жаңа айтып өттім. Малды, долларды плюс алтынды ұстап отырмын. Қосымша және де мен бизнестер ашып қарастырып жатырмын. Яғни, именно бензинге, именно дизельге, қосымша там логистикаға, как сказать, тәуелсіз бизнестер керек. Бұл өте маңызды. Егер сіз болашағыңызды, бала-шағаңыздың, өзіңіздің, отбасыңыздың болашағын жақсы болсын десеңіз, қазірден бастап ойлана беру керек. Себебі бәріміз байқап жатырмыз, жылдан жылға елімізде барлық дүние қымбаттап жатыр. Например, ертең бензиннің бағасы 500-ге баратын болса, как минимум бұрын 1000 теңгеге алатын товарыңызды үстіне 50% қоса беріңіз да. Себебі там тура сол жаңа айтқан НДС бар, мемлекеттік налогы бар, и плюс бензин қымбаттады. Яғни логистика қымбаттады, плюс энергия қымбаттады. Яғни кез келген товардың бағасы өседі, кез келген услуганың бағасы өседі, расход көбейеді. Сөздің шыны керек, мемлекеттен қарапайым халық қатты көмек алып жатқан жоқ. Біздің еліміз көмектеспейді, каждый адам өзінің күнін көреді и табысын тауып жүрді. Мысалы, қазіргі уақытта орташа жалақы Қазақстанда 250 мың, 300 мың теңге. Сөздің шыны керек, мысалы, Алматы сияқты үлкен қалада ол өте аз ақша, себебі құры тұратын үйдің өзі тура сол 250-300 мың теңге болады да. Однокомнатный. Мен там двухкомнатный, трехкомнатный үлкен семьяларды айтпай қояйын. Олардың жағдайын вообще ойлаудың өзі қиын да. Сондықтан, егер сіздер қосымша табыс көзін ойлап жүрген болсаңыздар, қосымша табыс көзін табу керек еді деп жүрген болсаңыздар, табатын уақыт келді. Бұл маңызды. Буквально 1-2 жылдан кейін барлық дүние түбегейлі өзгеріп кетуі мүмкін. Себебі инфляция бар, мұнай қымбаттаса, но халықтың жалақысы өспесе. Бұрын 250 мың теңгеге, например, белгілі бір зат сатып алатын едіңіздер да сіздер. Ал қымбатшылық келгенде сатып аламайтын боласыз да. Банально квартираға төлеудің өзі қиын болып кетеді. Например, продукттың бағасы өседі, қатынаудың бағасы өседі. Яғни таксимен жүру, либо машинаңыз болса, машинаның бензині көбейеді деген сияқты. Машинаның бензині, запчасти, в общем, расходы слишком көбейіп кетеді. И ол кезде уже басыңызда ипотека болса, басыңызда кредиттарыңыз болса, бәленбай жыл алдыға адам, мысалы, машинаның автокредит, оның төлеудің өзін ойлаңызда қандай қиын болып кетеді. Сондықтан бір табыс көзіне қарамаңыздар, бұл өте маңызды. Менің сіздерге беріп отқан пайдалы ақпаратым деп айтсам болады да. Себебі 1-2 жылдан кейін Қазақстанда жағдай қалай өзгеретінін мен мысалы білмеймін, бірақ доллардың 575-ке баратыны факт, мұнайдың қымбаттайтыны факт, и елімізде бәрі өсетіні факт. Бұны не только мен, но и алдын ала, например, Халық банктың өзі ескертіп жатыр. Мысалы, Қазақстанда мұнай экспорттайтын мемлекет болғаннан кейін, яғни бізде мұнай бар, из-за этого мемлекеттің ережесі бар. Мемлекет, даже если мұнайдың бағасы өсіп кетсе де, бензин, дизель, например, газдың бағасын бір деңгейде ұстайды. Бірақ мұнай қымбат болған кезде мемлекет оны бесконечно, яғни ұзақ уақытқа ұстай алмайды да. Мемлекетке ол тиімсіз. Сол үшін ертең мысалы бензиннің бағасы айтып өткенімдей 500-ге баратын болса, бүткіл халық қиналып қалады, Құдай сақтасын. Көтеріліс деген дүниеде Құдай сақтасын, бірақ халықтың шамасы жетпей қалуы мүмкін. Ол өте ауыр дүние. Бұл не только біздің елімізде, но и
Например, қазіргі уақытта Қырғызстанда, Өзбекстанда уже бензиннің бағасы 500. Неге? Себебі олардың өзінде там мұнай аз болғаннан кейін, конечно, ол әсер етеді, олар там экспортпен алады мұнайды, но все же оларда уже бензиннің бағасы 500-550 теңге. Ондай баға Қазақстанға келуі оп-оңай. Сондықтан дайындалыңыздар. Мен айтпаймын баю керексіздер, байлықты ойлаңыздар деген сияқты. Нет, первым делом безопасность. Безопасность өте маңызды. Отбасыңыздың безопасность, өзіңіздің безопасность, там қаржылай жағдайыңыздың безопасность. Мысалы, мен айтқан, например, мал дедім, доллар дедім, одан кейін алтын дедім. Бұл үш активті де мен физически ұстай аламын. Яғни долларды наличка күйінде жинап қоя аламын, алтынды физически алтын сатып алып қоя аламын, мал менде, например, өзімнің қолымда болады. То есть менің қауіпсіздігім бар. Ертең Құдай сақтасын, жаман жағдай болса да мен малмен күн көре аламын, долларды айырбастай аламын, және де алтынды, например, сата аламын, айырбастай аламын деген сияқты ғой. Вот. Яғни мен какой-то бір акция сатып алу керек, либо инвестиция жасау керек деген сөз емес. Пайда табуды мен ойлап тұрған жоқпын. Первым делом безопасность. Қауіпсіздік. Алдағы уақытта мен YouTube'та CBDC деген дүние айтатын боламын. Ол бізде орталық банктың электронды ақшасы, ол мүлде бөлек финансовая система. Вот сол кезде, сол CBDC енгізілген кезде, жақын 5 жылдық, 10 жылдықтың ішінде, вот сол кезде нағыз қайбай болады. Халықтың жағдайы намного қиындайды деп айтсам, артық айтқан болмайды. Себебі қысқаша айтып кетейін, CBDC деген ол орталық банктың электронды ақшасы, и ол ақшаның срок годности болады. Яғни мемлекет сізге ақшаны жинай алмайтындай деңгейге жеткізеді. Яғни сіз по факту ақша жинай алмайсыз. Қазір мысалы біз ақша жинай аламыз ғой, қой, там қағаз ақша шығарып қойсақ та, қой, например, Каспий өзіміздің банкімізде ұстасақ та, біз ақша жинай аламыз да. Біздің ақшамыздың срок годности жоқ. Қой, 1 жыл тұрса да, қой, 2 жыл там тұрса да жинасақ та біз жинай береміз. Ал ол электронды ақша келген кезде, сол кезде біз ақша жинай алмайтындай деңгейге жетеміз да. Себебі банально ақшаның срок годности болады. Мысалы, 1 ай, 3 ай, 6 ай деген сияқты. Срок годности өткеннен күйіп кетеді мысалы. Бұл мүлде бөлек видеоның темасы. Ол бойынша мен тоқталамын. Бұл маңызды видео. Бұл Қазақстанға в целом бүткіл әлемде енгізіліп жатқан дүние. Мысалы, Россияда 2026-тан бастап енгізіледі. Ал енді өздеріңіз ойлаңыздар, ақшаның срок годности болса, халық не істейді? Мысалы, сіз зарплата алдыңыз, сізде бір ақтал табыс көзі, зарплата алғаннан не істейсіз? Мысалы, сіздің ақшаңызда срок 1 ай. 1 айдың ішінде сіз құрту керексіз сол ақшаны. Сіз зарплата алдыңыз, құрттыңыз. Постоянно потребительство. Ештеңе жинап жатқан жоқсыз. Өзіңіздің артыңыздан ештеңе қалмайды. Сондай заманда келуі мүмкін да. Хотя ол уже болып жатқан дүние, мысалы Қытайда бар, плюс социальный рейтинг деген дүние қосылады. В общем, не үшін мен айтып жатырмын? Жылдан жылға қиындамаса жеңілдемейді деп. Себебі менің көріп тұрген болашағым сол да. Как минимум, даже если ол болашақ болмаса да мен оған дайындалу керекпін, чтобы ертеңгі күні мен қиналмайтындай. И бұл жерде кейбір адамдар менімен келіспей айтуы мүмкін да. Вот қуаныштың айтып жатсың, но Құдайдың бұйырғаны болады деген сияқты. Иә, Құдайдың бұйырғаны болады. Бірақ пайғамбарымыздың айтып кеткені бар да. Пайғамбарымыздан бір сахаба сұраған екен да. Пайғамбар, мен өзімнің түйемді байлап қойайын ба, әлде түйемді бос жіберіп Құдайға сенейін ба? То есть түйе қашып кетпейтіндей Құдайға сенейін ба деп сұрағанда, мен Құдайға сенгенім жөн ба, или түйемді байлап қойғаным жөн ба депші. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан, түйеңді байлап қой да Құдайға сен деп. То есть амалыңды істе, одан кейін Құдайға сен. И қазіргі уақытта мен ертеңгі болашағым жақсы болу үшін, ол күнде мен бар болам ба, жоқ болам ба мен білмеймін. Бірақ қазірден бастап соның қамын жасаудамын. Себебі қиын заман келіп қалуы мүмкін. Қиын кез келіп қалса, сіз дайын болу керексіз. Сіз қиналып қалмау керексіз, бұл өте маңызды. Сондықтан видеоның соңында сіздерге мен істеріңіз берекелі болсын деп тілеймін. Табыстарыңыз көп болсын, табыстарыңызды жақсылап пайдаланыңыздар, ақшаларыңызды сақтаңыздар. Қауіпсіздік қамтамасыз етіңіздер өздеріңіз үшін, отбасыларыңыз үшін. Бұл өте маңызды. Және де экономикалық жағдайды түсіну үшін трейдингті оқып бастаңыздар. Даже если сіз активный трейдер болып кетпесеңіз де, трейдингтен там банально графикті қалай түсіну керек, баға қай жаққа баратынын білу керек, например.
оны үйрену қиын емес. Біз мысалы үйрендік, нөлден бастап біз үйрендік. Сіз де үйрене аласыз. Адам істегенде адам істейді. Сондықтан трейдингқа көңіл бөлу керек, оны түсіну керек. Даже если сіз трейдингтен пайда таппасаңыз да, инвестиция жасау арқылы пайда табатын возможностьтар келеді да, почему нет? Егер сіз графикті оқысаңыз, хоть там теңге сатып алсаңыз, хоть доллар сатып алсаңыз, теңге сатып алсаңыз деп қой, хоть доллар сатып алсаңыз, хоть алтын сатып алсаңыз, немесе кез келген актив, криптовалюта, акция бірдеңе сатып алсаңыз да, пайда табатын возможностьтар көп, өте көп. Сол үшін сіздер трейдингті уже жақсылап қолға алу керексіздер. Трейдинг уже бір байып кететін профессия емес, уже необходимость болады. Себебі экономикалық біліміңіз болса, сіз кез келген ситуацияда шығынға ұшырамай, пайда тауып кететіндей, егер пайда таппасаңыз да, қауіпсіздікті сақтап қалатындай өзіңізге жағдай жасай аласыз. Надеюсь, сіздерге пайдалы болды. Бұл видео сіздерге берекелі болсын, пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.